Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қазір жалған президент Тоңқай басқарып отырған кездегі жағдай. Ал енді сол Тоңқайдың өзі Назарбаевтың қойған адамы ғой, білесіздер. Соның саясатын жалғастырамын деп уәде берген. Назарбаев оны өз орнына тағайындаған кезде сол уәдесін орындап келе жатыр. Және де бұл сол Назарбаев көкесі бұны президент қылған кезде Тоңқай өрескел заң бұзды. Яғни 19-шы жылы мерзімнен бұрын өткен президент сайлауы деп аталған сайлауда ол ешқандай да қатысу мүмкіндігі болған жоқ. Құқығы болған жоқ. Өйткені заңда осы өздері қабылдаған, осы режим қабылдаған, өздері үшін қабылдаған заңда аққа қараменен тастай қылып жазылған. Бұл сайлауға қатысу үшін кандидат Қазақстанда үздіксіз 15 жыл тұру керек сол сайлаудың алдында. Ал Тоңқай тұрған жоқ. Ол оның алдында Швейцарияда, Женевада Біріккен ұлттар ұйымының ресми қызметінде жұмыс істеді. Сонда тұрды. Демек, Қазақстанда тұрған жоқ. Сол себептен сайлауға түсуге бұның мүмкіндігі болды. Бірақ ол түсті. Неге? Өйткені олар енді өзін қожа деп отырған режим ғой. Және бұлардың бағынышты құрылымдары бұлардың өтірік сөзін шын қылып шығарады. Сол сияқты Конституциялық кеңес деп аталған құрылым Тоңқайдың сол сайлауға түсуіне толық мүмкіндігі бар. Өйткені ол Женевада Қазақстанның өкілі ретінде отырды деген әңгіме айтты. Ол өтірік, олай емес. Жаңа айттым ғой, ол ресми қызметте болды. Сөйтіп олар өздері осылай заң бұза отырып, бірі тағайындады президент қылып, екіншісі өтірік президент болды. Ол 19-шы жылы жағдай. Одан беріде сол Назарбаевтың дәстүріне берік, соған адал Тоңқай тағы да сол кездегі ұқсас өзінің көкесі өткізгендей сайлаулар, референдум. Біріншіден референдум, ол өздеріңіз білесіздер, анау-мынау емес, 56 өзгеріс кіргізетін референдум. Дені дұрыс елдерде онда еш уақытта болмайды. Өйткені қай референдум болса да, онда көп дегенде бір я екі күрделі мәселе қойды. Болды. 56 өзгеріске бір дауыс беру деген ол тек жындыханада болатын жағдай. Бұлар сол жындылықты жасады. Халықты ақымақ қылды, жынды қылды, құлақтан тепті. Сөйтіп 56 өзгеріс енгіздік, енді керемет даңғыл жол ашып жатырмыз, мынау деген бұл өзгерістер ғаламат деп сондай жарнама жасап, өздерін қолпаштап, сондай референдум, жалған референдум өткізді. Ал шын мәнінде ол референдум әлгі 56 түкке тұрмайтын ұсақ түйек өзгерістердің ар жағы президенттік, диктаторлық өкілеттіктерін түгел сақтап қалды. Солардың барлығы мызғымай Тоңқайдың қолына көшті. Соны пайдаланып күні бүгінге дейін келе жатыр. Ал енді одан кейінгі бұның сайлауы, өзінің жекеменшік сайлауы, бұл сайлауға да әрине Тоңқай түсуге ешқандай құқығы болған жоқ. Өйткені 19-шы жылы заңсыз болса, бұл ол заңданып кеткен жоқ осыдан. Сол себептен мына сайлауда соңғы ол өрескел заңсыздық ретінде тарихқа тіркелді. Ол біріншіден Тоңқайдың өзі жалған кандидат. Екіншіден оның қасына серік болып қарайып шыққандар қалқиды. Ал 5 қуыршақ. Оларды мынау өзі заңсыз президент Тоңқай тағайындады шын. Өзіне қара қылып, міне кандидаттарды рұқсат беріп, өткізіп, оларды сөйтіп, сондай спектакль болды. Сайық-мазақ спектакль.
Сол жағдайда өтті бұл сайлау сынақтары. Ал енді қазіргі мына болайын деп жатқан сайлау тағы да тырнақшада, тағы да мерзімнен бұрын бәрі де. Анау да, мынау да, бұл да, бәрі де мерзімнен бұрын. Бәрі өрескел заңсыздықтар арқылы халықты алдап, миын ашытып, құлақтан тебу ғой. Сонымен бұл сайлауда қазір сол қалыппен өтеді. Оған ешқандай күмән жоқ, солай болады. Қазірдің өзінде міне тіркеу науқаны жүріп отыр ғой. Сонда көрдіңіздер, кейбір кандидат болам дегендерді тіптен ақылға сыймайтын, заңға ешқандай келмейтін сылтаулармен алып тастап жатқан жоқ. Мен өзім де осы сайлауға түспек болғанмын. Өйткені мен өзім басқаратын Қазақстан оппозициялық партиясын құру жөніндегі ұйымдастыру комитетінің шешімі солай болды. Осы сайлауға біздің ұйымдастыру комитетінен 8 азаматты қатыстыру не үшін? Біз Тоңғайдың шын мәнінде күресіп жүрген өзінің режимімен адамдарды парламентке өткізбейтінін өте жақсы білеміз. Сол себептен біздің негізгі мақсат сайлауға түскенде сол Тоңғайдың саясатын, өтірік сайлаудың жағдайын әшкерелеу, көрсету халыққа. Бұнда түскен азаматтарды, шын күресетін азаматтарды өткізбейтіндігі. Сол мақсатта түсу шешілген болатын. Қазір енді біздің сол ұйымдастыру комитетіне ұсынылған басқа азаматтар түсіп жатыр. Тіркелу процесіне. Ал мен өзімнің денсаулығымның нашарлауына байланысты қазір бас тартып отырмын. Бірақ әлбетте азаматтарға табыс тілеймін. Сол осы өтірік сайлауға тіркеліп қатысу арқылы азаматтар халыққа көрсетуге тиіс. Сайлаудың өтірік сайлау екенін, заңсыз екенін, бұлардың барлығы да тек мына диктаторлық полициялық жүйені сақтауға арналғанын, шын мәнінде бұл сайлаудан тырнақшадағы халыққа қызмет ететін парламент жасақталмайтын, ол парламентке тырнақшадағы тек қарауырданның өзі алдын ала жасақтаған, тізген кандидаттар тырнақшадағы өтетіндігі белгілі. Осы процесте соны пайдаланып, халықтың көзін ашып, осыны көрсетіп, дәлелдеп, біздің азаматтар сол халықты наразылық акцияларына көтеру, бейбіт наразылық акциялар. Онсыз болмайды, қашанғы шыдаймыз. Мынау халықты мазақ қылған, елімізді әбден тығырыққа тіреген, кері кеткен диктаторлық полициялық режимге қашан көнеміз. Сол тұрғыда халық осының бәрін түсініп, саяси тұрғыда сауаттанып, бұған наразы болып, сол наразылығын ашып көрсетіп, мына сайлауды да болдырмаса, ең керегі сол. Сосын соның негізінде мынау соның бәрін жасап отырған, осы масқара тірліктер жасап отырған диктаторлық полициялық режимді де бейбіт түрде кетіру процесі болуға тиіс.